Қазақы табиғаттың қаймағы бұзылмаған, қасиетті, киелі өңірдің бірі. Тұлпарларының тұяғы дүбірлеген, сұңқарларының қанаты самғаған, көк жиегінен күні күлімдеген, өзені тайдай тулаған, қасиетті Бұхара облысы, Рамитан ауданы, Топраққала ауылының кең жазиралы Дархан даласы, киелі құтты мекені. Сол Топраққала ауылының ұлағатты да өнегелі отбасының бірі. Ордалы ел, қасиетті сырым, кіші енем елінің ұрпағы, Асқартаудай Әбдіназар атамызбен аяулы дәметкен анамыздың берекелі отбасы. Сол ардақты Әбдіназар атамен аяулы дәметкен анамыздың отбасында 1963 жылдың ақпан айының 22 жұлдызында атыстар азамат болардай отбасының 3-ші ұлы дүние есігін ашты. Асқақ арманы алдынан шыққанына шын қуанған Әбдіназар атамыз ағайынға ат шаптырып сүйінші сұратты. Көкейінде жүрген көрікті ойдың орамына келіп, жаратқанның берері мол болсын деген ниетпен нәрестенің атын Берсейіт деп қойды. Балалық бал дәуреннің бар қызығын қызықтаған Берсейіт ойын баласынан ой баласына дейін өсіп, білімнің мекені болған мектептің табалдырығын аттады. Жылдар жылжып, жас өспірім жасқа толған Берсейіт мектеп бітіріп, үлкен өмірге жолдама алды. Нағыз нар тұлғалы азамат болып өсіп, ер жеткен Берсейіт арман қуып, Бұхара қаласына жоғары білім алуға оқуға түседі. Сол үлкен оқу орнында жүріп, Берсейіт өзінің өмірлік серігі, қасиетті Шобдар елінің ұрпағы Якия атамызбен аяулы Құралай анамыздың алтындай қыздары Кеңескүлді жолықтырды. Тағдыр тоғыстырған екі жас отау құрып шаңырақ көтерді. Осынау шаңырағы шаттыққа толы Берсейіт пен Кеңескүлдің шаттықты шаңырағының шырайын келтіріп, тұла бойы тұңғыштары, айдай ару Айзада қыздары, ер жүрек Ерлан ұлдары, гүл жайнаған Гүлжанат қыздары, еркелеген Ерболат ұлдары, жайнаған Жанболат ұлдары дүние есігін ашты. Міне, бұл күнде туған жерге туын тіккен Берсейіт ағамыз 38 жыл бойы мұғалімдік қызметін адал атқарып, жас ұрпаққа білім нәрін сеуіп жүрген қадірлі ұстаз. Қазіргі лицей мектебінде математика пәнінен дәріс береді. Осынша жыл еңбек өтілінде 2 жыл кәсіподақ төрағасы, 7 жыл директордың оқу ісі бойынша орынбасары, 13 жыл мектеп директоры қызметін адал атқарып келеді. Ал аяулы Кеңескүл анамыз ұзақ жылдар бойы қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі болды. 39 жылдық еңбек өтілі барысында 2017 жылы ерен еңбегі үшін төс белгісімен, 2022 жылы Талас ауданына сіңірген еңбегі үшін төс белгісімен марапатталды. Міне, ардақты Берсейіт ағамен аяулы Кеңескүл анамыздың өнегелі отбасында тәрбие алған 5 перзенті де өмірден өз орындарын тапқан, жар таңдауда да, мамандық таңдауда да жаңылыспаған жандар десем артық айтқаным емес. Бұл кісілер туған туыстарымен, ағайын жекжат, көрші жора жолдастарына, ұжымдастарына сыйлы, беделді, ардақты жандар. Досқа адал, туысқа жанашыр, өсіп өнген өрелі жандар. Бүгінде міне
ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, солардан өрбіген алтындай немерелерінің қызығын қызықтап отырған Берсейіт ағамыз бен Кеңескүл анамыз, екеуі де бір жылы туған ерлі зайыпты абзал жандар. Бүгін міне Берсейіт ағамыз бен аяулы Кеңескүл анамыздың берекелі отбасында мерекелі қуаныш. Берсейіт аға мен Кеңескүл анамыздың 60 жасқа толған мерейлі туған күндері. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, мұны өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Жұрт мақтаса, сіздей жанды мақтасын. Байқағанға басыңызда бақ басым, ел елейді еселі бір табыспен. 60 жастың ашып тұрсыз қақпасын. Бақытың бар, базарлы тұрмысың бар, алдыңызда әлі көп нұрлы шыңдар. Бала келін немере қол ұстасып, болашаққа жұп жазбай бірге шыңдар. Тойларыңыз той боласын. Айтшы әкем, естей алам сен үшін. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, мұн өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Кеш жарық ханымдар мен мырзалар, кеш жарық алтынастай ағайын, ассалаумағалейкум. Сәлем берсең, сауап аласың дейді мұсылманда. Осы алдарда шыққанда әулеттің көшін алға тартып келген абзақ сақалдарымызға ассалаумағалейкум деп, бүгін міне салтанатты кешімізге жауығын шешпей аяулы аналарымызға, жекжат жақсыларымызға, бүгінгі қуанышқа жүрек жарды тілегін жүгетіп келген алтынастай ағайын. Мінекей аналары ардақты, серлері салмақты, қариялары қазыналы, батырлары базыналы, ордалы ел, кіші жүз, кіші енем, қосқылық әлі, Отиньяс төрелетіндегі дүбірлеген ұлы той құтты болсын деймін. Бәрекелді, бүгін міне қарап отырсаңыздар, кешегі хандар құттасып, билер билесіп, хан сарайының астында бәрімізді бірдің баласындай, бір қолдың саласындай қалып, бала көңілмен дала дастархан жайып отқан жайы бар. Ендеше бүгінгі Асқартау әке Берсейіт әкемізбен аяулы ардақты Кеңескүл анамыз отының басындағы құтты қуанышы құтты болсын деп келіп отырған қадірлі қонақтар, той қонақтарының тұғыртасы мықты болсын деп, той егесінің қуанышы құтты болсын деп, құрметті ағайындар, құрмет, қошемет жасап қойыңдар шәнекей. Бүгінгі той құтты болсын деп, қошемет жасап қойыңдар шәнекей. Бәрекелді, рахмет. Ендеше баршамыз, қазақта сөз бар, халық сүйген ол келсе хан тағынан тұрмай ма дейді. Ендеше баршаларымыз орнымыздан тұрайық. Кәнекей, сән салтанат құрып, бүгінгі берекелі, мерекелі отбасы, Отиньяс отбасын сіздердің қошеметтеріңізбен, алтындай ұл қыздары, немерелерімен әдемі отбасын құрмет қошеметпен қарсылайық. Кәнекей, құрмет қошемет болсын. Кәнекей, қошемет! Бәрекелді, қарсылайық! You
рахмет. Құрметті Берсейдаға, Кеңескүл әпке, жаймен ғана рахмет. Құттықтау шоқ гүлдеріңіз құтты болсын. Бәрекелді, шаршамаймыз, шалдықпаймыз. Ендеше бүгінгі Берсейді ағамызбен Кеңескүл анамыздың бүгінгі тойы құтты болсын деп баршамыз құрмет, қошемет жасап қойған екен. Той құтты болса! Рахмет. Бәрекелді, мінекей Берсейдаға, Кеңескүл әпке, қалай? Көңілдеріңіз қалай? Өте керемет. Керемет дейді. Қошемет қайда, құрметті ағайындар? Бәрекелді, мінекей, кек болсын отбасының керегесі, күн сайын арта берсін берекесі. Облыста адамзатқа мирас болған, құтты болсын қуаныш той берекесі. Құрметті ағайындар, қошемет! Рахмет! Бүгінгі тойымыздағы ерекшелік Алтынтай ұл-қыздарымыздың ерекше сый-сияпаты. Ән айтып, сіздерге, әкеге, анаға деген тілегінен бұрын әнмен жеткізіп тұр. Ендеше құрметпен, қошеметпен осындағы ұл-қыздарының керемет әнімен қарсыланған екен. Қошемет қойылған екеге құрметті ағайындар. Кеттік ал. Алтынтай ұл-қыздарының бірі Айзада, Дамир ұлдардың бірінші қатылып бірегей. Шаймен ғана жастай берейік. Ел үшін еңбек етті, көңілді көркем етті, қасыңда аялады, ұлыңда еркелетті. Адамның асылы сен, анамның қашығы сен, біздерге сен керексің әке. Сабырлы салмақтысың, тау сияқты әке. Еліңе ардақтысың, хан сияқты әке. Жүресің ең бақытты жан сияқты. Біз барда сен де жассың, шыға бермейік әке. Тойымыз той қыласың, жүз жасар сүйікті әке. Қошемет құрметті ағайындар. Жасаған сен сол ән, мен саған сүйен әкем, адамға сүйін саған. Әр сөзім жүрегімде, осынау өмірде, мен үшін бірін жарам. Қошемет, бәрекелді, қандай ыстан ықылас. Сабырлы салмақтысың, Бәрекелді. тау сияқты әке. Еліңе ардақтысың, хан сияқты әке. Жүресің ең бақытты жан сияқты. Біз барда сен де жассың, шыға бермейік әке. Тойымыз той қыласың, жүз жасар сүйікті әке. Қошемет, бәрекелді. Өзіңмен
адам болмайды, анамдай адам болмайды. Жалғызым жаным жаным, махаббатыма балақан. Ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапан. Адамды алға көп сынар, әкенің сөзі ол шығар. Анамдай сұлу адамса, жұмақ жақтарда жоқ шығар. Періштем болып қорғайды, періште болып орнайды. Жеті қат жердің үстінде анамдай жылы болмайды, анамдай сұлу болмайды. Жалғызым жаным жаным, махаббатыма балақан. Ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапан. Адамды алға көп сынар, әкенің сөзі ол шығар. Анамдай сұлу адамса, жұмақ жақтарда жоқ шығар. Бәрекелді, шоқпынымызды сынайып алтындай ата-анамызға ендеше алдарыңыздағы шығатын ең кенже сүт кенже ұлдарыңыз Жанболат пен Әйгерімді қасыдай қанекей. Қошемет, құрмет болғанекей. Ай бәрекелді, қошемет. Әкесін пана болған биік шыңы, үйреткен мұны өмірдің барлық сырын. Жер бетін кезгенменен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Жер бетін кезгенменен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Анашым ақсып беріп әлдеген, кешірген көп кетсе де қатеңменен. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны, ұқтырды біз екенін уақытқа балағаны. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны, ұқтырды біз екенін
Хош жебет қайда, бүгінгі берекелі Отинияс дәулетіндегі алтындай берсейді әкемізбен аяулы ардақты Кеңескіл анамыздың алтындай ұл қыздары жүрек жарды ән айтып жатқанда неге қошемет тұрмасқа? Қай бұл өмірде қарап отырсаңыздар қайталанбайтын дүние ғой. Әнші жалдаған жоқ. Тек қана биші өзіміз, тамада өзіміз, қонақ өзіміз, бүгінгі әулеттегенде бәрі өзіміз. Солай емес па? Қошемет ұрып қояйықшы әнекей. Рахмет. Берсейіт аға шок болып тұрған шығар, бұл ұл-қыздарым қандай өлең айтты. Иә. Айтқан жоқ бірақ, бұлар өлең айтқан. Кеңес әпке, Сездім. сіз бәрін білесіз. Әйелдердің сымыстары жай жатпайды ғой. Мінекей, қошемет ұрып қойыңыздар. Шымкентте Дәрбайыттар өлеті бар, ансамбль семейный шығып жатады. Бүгінгі жаңадан құрылған Отиниястар өлеті. Бір қошемет ұрып қойыңыздар. Мінекей, мен өзімді ұзап отырып, ереге қасында жүріп өлең айтпайды, бүгінгі тойда келіп өлең айтып жарып отыр ғой. Мінекей, өзімді шок болып отырмын. Енді ереге сізге әнші керек емес, өзіңіз айта бересіздер. Елдің ықыласына бөленіп, осылай көңілденіп жүргенге не жетсін. Шүкір. Ал ендеше мен өзімнің бір жеке тілегімді айтайын. Құрметті Берсейіт аға, Кеңескіл ана, мінекей жұрт мақтаса, сіздей жанды мақтасын. Байқағанға басыңызға бақпасын. Енелейді еселі бір табыспен, бүгінгі құтты болсын, мерейлі жасқа жеткеніңіз. Мінекей, той құтты болсын дейміз. Ендеше былай осылай әдемі кезде бір суретке түсейік. Кеттік ал. Гүлдерін тамағатты. Ендеше тойымыздың бет-пердесін ашып берсін деп, осындағы әулетті қазыналы қарттай ағаларымыз бар, асқартау әкелеріміз бар. Тойымыздың бет-пердесін ашып берсін деген ниетпен, осындағы Аймұрат әкемізбен, Сатыбалды әкемізден, Нұрсейіттай ағаларымызды той төріне шақырамыз. Той төрімізге ақ батасын берсін. Әнекей, құрметті ағалар, келдіңіздер. Рахмет. Келіндеріміз босата берейік. Қызметке кірсе берсін. Ұлдарымыз тұрып, бүгінгі тойымыздағы ақ батаны қабыл алсын. Әнекей, құрметті ағалар, атаның сөзі ағалдың көздің сөзі. Ендеше бүгінгі тойымыздың бет-пердесін ашып берсін деген ниетпен ортаға шығыңыздар. Бүгінгі той құтты болсын деп, ақ бата тілек өздеріңізден болсын. Ассалаумалейкум, кешегі қадірменді қонақтар, алыстан жақыннан келген. Міне бүгін Берсейіт ініммен, Кеңескелінің үйінде өте үлкен қуанышты той екен. Бұл Берсейіт ініммен, Кеңескелініме 60 жастарыңыз құтты болсын. Күнің де және біреуін жасаңыздар болсын. Мына балдарыма да рахмет, осындай сіздерге той жасап беріп отырған. Мына той барлығымызға жосты болсын, барлықтарыңыздың үйіңізде осындай той бола берсін. Мына балдарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп,
осындай жүре берейік. Барлық үйде осындай той болсын. Рахмет. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Міне бүгін Өтениязовтар жанұясында үлкен қуанышты той. Той тойғалассын. Інім Берсейет, келінім Кеңес. Әрдайым бақытты болыңыздар. Әрдайым жанұяда еліңнің, халқының алдында абыроймен осындай биіктерде көріне бер. Әрқашан дендерің сау болсын, үйлеріңде той болсын, тойларың тойғалассын. Қаяқта жүрсең де аман бол, сау бол, дендерің сау болсын. Жұмыстарыңа үлкен табыс тілеймін. Әрдайым немере сүйіп, шөбере сүйіп, сол шөберелерінің жарығын көріп, әрдайым бақытты әке, бақытты ана болып, жанұяда жүре беріңіздер. Той тойғалассын. Бәрекелді, құрметті ағалар, мінекей айтқандарыңыз айдай келсін, бүгінгі Өтениязовтар үйі жайдай келсін. Міне бата тілектеріңіз қабыл болсын, бүгінгі той құтты болсын, құтты ендеше әсем ән орындалсын. Қазақ қуанса да, мұңайса да ән тыңдайды. Сол әннің жауһарын әрқашанда қуанышта тыңдауды жассын дейміз. Ендеше сақтардан сапта қалған, қондардан ғұрыпта қалған, жырда қалған дейміз. Ендеше кезекті әсем әнге береміз. Баршамыздың құрметті, қадірлі қонақтарға арнаймыз. 63-тер той құтты болсын. Сіздердің өздеріңізге бір әсем ән болсын қанекей. Қабыл алайық қанекей. Көрді тұрайық. Достар,
Шағымызды жадыратқан әншейде рахметті бір қошеметтіп қойсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді, құрметті ағайындар. Ай бәрекелді, рахмет. Ал ендеше құрметті ағайындар, бүгін міне ыстық ықыласымен мұзды ертетін әр қазақ менің жалғызым деп білетін бүгін міне берекелі хан сарайдың астында баршаларымызды бүгінгі Берсейітті ағамызбен аяулы ардақты Кеңескіл анамыз баршаларымыздың басымызды қосып берекелі той жасап отыр. Ендеше бүгінгі тойымыз құтты болсын деп, бүгінгі тойымыз мына сіздерге шығысты болсын деп, құрмет, қошемет жасап қойыңыздар ағайындар. Рахмет! Бәрекеті, бүгінгі тойымыздың ерекшелігі біріншіден тойдың форматы өзгеріп жатыр, құрметті ағайындар. Алдынан ескертіп қояйын. Біздің есіміміз аталмады, бізді неге шақырмады, біз неге шықпадық деген әңгіме болу керек. Бүгінгі тойымыздағы ерекшелігі жалпылама баршаларыңызды жиектер, құдалар, нағашылар, бөлелер, жекжаттар, ұжымдастар, құрдастардың жалпылама шақырамыз. Сол кісілер тойдың төріне келеді, ақ тілек лебізін білдіреді. Түсіндіңіздер ме ағайындар? Қошеметтеп қойыңдар және келейін. Я! Қосылам десеңіздер. Мен өзім қосылам. Менде күнде тойға барып өзі шаршадым ішіне керекше. Жалпы бір тосып беріп, ағайын арасы бір тілек айтса, жол жүреміз, болмаса бүгінгі тойымыздағы той бастарымызды алып, көңілді қайтсақ дейді. Бүгінгі тойдың ерекшелігі ән айтамыз. Бүгінгі тойдың ерекшелігі ойын ойнаймыз. Бүгінгі тойдың ерекшелігі шаршағанша билейміз, құрметті ағайындар. Сол демалыс той. Сондықтан емін-еркін бойыңызды жазып, жан-жақтарыңыздан бір-біріңізден сәлемдесіп алыңыздар. Музыка ойнап кезде. Жалпы сөйлеген кезде мойныңызды бұрып бері қарап отырыңыздар. Әңгіме тыңдайық, құрметті ағайындар. Ендеше тостың кезегі бірінші нағашылар мен құдаларға кетіп келіп тұр. Бір тұтып қадірлейбіл нағашыңды, ол сенің сыйлаған анашыңды. Нағашын жиен болып сыйласайық, өмір өзі жарасын деп құрметті нағашыларға кетіп келіп тұр. Және де құдалармен жүздесіп жүрген жақсы, шын жүректен қуанып күлген жақсы деп қыз беріп қыз алысқан құдалардың қадірін осындай тойда білген жақсы деп. Той төрінде осындағы Берсейітті ағамызбен Кеңескіл ағамыздың жалпы нағашыларын той төріне шақырамыз. Келіңіздер, және құдалар, той құтты болсын. Шаршамаймыз. Нағашылар, құдалар. Билет шығамыз, әдейін. Құдалар. Ай бәрекелді. Бүгінгі Кеңескіл анамыздың бауырлары бар ма? Келіңіздер, той төріне. Билет шыға-шыға деген, көңілдірек. Охо!